Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабақта Қазақстан аймақтары шаруашылығының салалық және аумақтық құрылымы мен экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстырып талдауды үйренесіздер. Қазақстан шаруашылығының қалыптасу кезеңдері. Дәстүрлі экономика кезеңінің ерекшеліктері ұрпақтан ұрпаққа беріліп отырды. Әдет-ғұрыптар мен дәстүрлердің негізінде дамыды. Негізгі кәсіп көшпенді және жартылай көшпенді мал шаруашылығы. Мал жеке меншікті, жайылым қауымдық меншікті болды. Мал шаруашылығымен бірге егін салу, қолөнеркәсіпшілігі де дамыды. Өнім тұтыну сипатында ғана болды. Айырбас сауда қосымша рөл атқарды. Нарықтық экономиканың пайда болу кезеңінің ерекшеліктері. Жеке меншік, тауар шаруашылығы мен еркін нарықтық баға, тауар ақша қатынасының дамуы, жәрмеңкелер кеңінен ұйымдастырылды. Айырбас сауданы ақшалы сауда ығыстыра бастады. 19 және 20 ғасыр темір жолдардың салынуы Қазақстан шаруашылығын жалпы ресейлік және әлемдік нарықпен байланыстыруға қол жеткізді. Тау-кен және фабрика зауыт өндірісі бойынша пайда болды. Жоспарлы экономика кезеңінің ерекшеліктері. Мемлекеттік меншікпен шаруашылықтың қызметін жоспарлау, орталықтан түсетін мемлекеттік жоспар, баға қоюды, өнімді тартып бөлуді үкімет жүзеге асырды. Дамыған индустриалды аграрлық экономика құрылды. Индустрияландыру тың игеру болды. Қазақстан өнімінің көптеген түрлері бойынша КСРО-да алдыңғы орындардан көрінді. Бидайдың әрбір 7-ші тоннасы Қазақстан егістіктерінде өндірілді. Нарықтық экономикаға өту кезеңінің ерекшеліктері. Экономикалық іс-әрекетте еркіндік беру, мемлекеттік меншікті жеке иеліктерге беру, яғни жекешелендіру, шетелдермен жан-жақты шаруашылық байланыстарын қалыптастыру, ұлттық және басқа банктердің құрылуы, төл теңгенің енгізілуі, кәсіпорындарды шетелдік компаниялар басқаруына беру. Экономика құрылымы. Экономика бірнеше деңгей секторлары бар күрделі жүйе. Экономика секторлары. Экономиканың 4-ші секторы басқару және ғылым, қаржы. Экономиканың 3-ші секторы қызмет көрсету, көлік, сауда, байланыс. Экономиканың 2-ші секторы өңдеуші және қайта өңдейтін өнеркәсіп. Экономиканың 1-ші секторы табиғатты пайдаланатын бастапқы салалар. Қазіргі Қазақстан экономикалық құрылымы. Қазақстанның экономикалық аудандары географиялық еңбек бөлінісі жекелеген аудандардағы өнеркәсіп салаларының және ауыл шаруашылығының қалыптасу мүмкіншілігін анықтайды. Батыс экономикалық аудан. Құрамы Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан. Мамандануы Маңғыстау мен мұнай, Атырау облыстары мұнай, газ, балық өнеркәсібіне, Ақтөбе, Батыс Қазақстан облыстары хром, никель, минералды тыңайтқыштар өндіруге маманданған. Шығыс экономикалық ауданы. Шығыс Қазақстан облысы, Абай облысы. Мамандануы түсті металлургия мен арзан су электр энергиясын өндіру, машина жасау, орман шаруашылығы. Бұл экономикалық ауданда Қазақстандағы ірі цехтар мен түсті металдың мол қоры бар. Орталық экономикалық аудан. Құрамы Қарағанды және Ұлытау облысы. Мамандануы кокстелетін көмір, темір, марганец, мыс кені өндіріледі. Қара металлургия шойын, болат, прокат. Түсті металлургия мыс өндіру, машина жасау, мал шаруашылығы дамыған. Оңтүстік экономикалық ауданы. Құрамы Жамбыл, Түркістан, Қызылорда, Жетісу, Алматы облыстары. Мамандануы суармалы жерлерде техникалық дақылдардан мақта, қант қызылшасын, күріш пен басқа дәнді дақылдар өсіріледі. Сондай-ақ түсті металлургиялық шикізат өндіру орталықтары бар. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі дамыған. Солтүстік экономикалық аудан. Құрамы Солтүстік Қазақстан, Қостанай, Павлодар, Ақмола облыстары. Мамандануы астық шаруашылығы, темір кені мен тас, көмір өндіру, машина жасау, ферроқорытпа және энергетика. Ендеше балалар, тапсырма орындайық. Қазақстанның экономикалық аудандары шаруашылығының салалық құрамын анықтап, кестеге толтырасыздар.
Одан кейінгі тапсырма карта бойынша анықтаңыз, қай экономикалық аудан барлық экономикалық аудандармен шектесетінін анықтаңыз, және қай экономикалық аудандарда теңіз қатынастар жолымен жақсы дамыған, қай экономикалық аудан Қытай мен Ресеймен шектеседі. Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Қорытынды: Қазақстан аймақтары шаруашылығының салалық және аумақтық құрылым мен экономикалық даму көрсеткіштері бойынша салыстырып талдауды үйрендіңіздер.